Бүгін енді мынау біздің компанияның соңғы жаңалықтармен бөлісейін деп бүгін мен осылай вебинар жасап отырмын. Соған келгендеріңізге, осыған уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Бәрілеріңізге рахметімді айтамын. Енді айтатын біздің ең жаңалық, үлкен жаңалық, енді біздің компанияның аты енді үлкен дүниежүзілік жаңағы ортаға шығып жатқаннан кейін EVA REACH деп ауысқанын білесіздер. EVA REACH деген эволюция, REACH деген богатство. Сонда эволюцияға богатство деген сонда бір мағынамен шығып отырмыз. Енді солай болсын дайым. Бәрімізге де жақсылық болсын. Мен енді өзімді таныстырып өтейін. Есім Ибраев Мади, Түнатарұлы. Осы компанияда 4 жылға жоқ жұмыс жасап жатырмын. Осы компанияның белсенді адамымыз. Осы компания арқылы енді осындай проекттер арқылы жұмыс жасап жатқанымыз бар. Енді бұл проекттің өзінің айта кететін болсақ, өте жаңағы заманына қарай бұл компанияның бізге керек екенін біз енді көріп жатырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, ең басында біздің компания Skyway-дің үлескері болып кіргенбіз. Skyway туралы айта бастадық. Skyway-ден де болсаңыз үлкен проект болғаннан кейін ол уже үлкен жұмыстар жасалып, қазір енді салынып жатқан жағдай бар. Ол көп мемлекеттерде ол туралы біліп, қазір қатты қызығушылық пайда болып жатыр. Біз енді сол Skyway-ді бұл алғанда жаңағы қаржыландырып 90% біз қаржыландырып бітіргеннен кейін ары қарай біздің компания EVA REACH деп қазір аталатын EVA REACH компаниясының жаңағы басшылары бізді басқа проектке не қыла бастады. Басқа проекттер предлагать ете бастады. Ұсына бастады. Оның ішінде өздеріңіз білесіздер, криптониттің программаның ішінде көп басқа да проекттер бар. Сол проекттерден определенный жұмыстар жасалып, оның өздеріңіз көріп отырсыздар, 2019-ның 30 марттан бастап жұмыс басталып кеткен. Бірақ сол жұмыстың нәтижесін жұмыстарын өзімізде көріп, бақылап отырмыз. Соның енді соңғы жаңалықтарын көбісінің жаңағы сұрақтары пайда болғаннан кейін соған байланысты бір айтып өтейін. Қандай жақсы жаңалықтар бар, оның дегенім, негізі мен енді өзім кеше бір өзіміз отырып кездесіп сөйлесіп отқан кезде мен жаңағы айтып жатырмын, біз енді негізі Skyway-ге келгенбіз. Skyway туралы айта бастағанбыз. Skyway туралы финансировать еткенбіз. Бірақ 2019-ның 30 мартында Андрей Федорович Хавратов осы криптоюнит программасын бізге предлагать еткеннен кейін бұл да өте тиімді екенін көріп, соған қарай бет ала бастадық. Енді біз Skyway туралы айта беретін болсақ, сол бойы қалады, сол бойы. Өйткені Skyway-дің определенный жұмыстар жүріп жатыр, бірақ ол жерден дивиденд, ешқандай бонус, лояльность ештеңе алып жатқан жоқпыз. Сол себептен криптониттің бізге қандай бір өте үлкен әсерлі болып, бізге көмек беріп жатқан жағы да бар. Енді қанша дегенмен біз жаңадан басталып жатқан компания болғаннан кейін, сол кездердегі біз определенный проекттерге жұмыс жасап жатқаннан кейін ол бірден көріне қоймайды. Бірден істелініп жатқан нәрсе бірден көзге көрінбейді. Енді мысалы енді Skyway-ді айтып отыратын болсақ, 2014-тен бастап 2020-ға шейін, 2019-ға шейін 5 жылдың көлемінде біз үлкен жұмыстар жасағанымыз көрінді. Заводымыз ашылды, жаңағы тестовый участоктарымыз ашылды. Тағы да үлкен-үлкен жаңағы Араб әмірлігінде өзіміздің жаңағы жерлер беріліп, ол жерде салып көрсетіп жатырмыз. Біздің 5 жылдағы істеген жұмысымыз көрініп тұрды, қайда не істеліп жатқан. Сол сияқты әр нәрсенің этап развития дейді ғой, соны біз өтіп келе жатырмыз. Соның ішінде криптониттің
определенный жұмыстарға салынып жатқан кездері бар. Оны біз енді өзіміз неден көріп отырмыз. Оның ішінде жаңағы біздің проекттің ішінде мынандай направлениелер бар. Қазір сізге айтайын, қазір көрсетейін. Так, о, стейкинг. Так, ол емес екен. Міне Evoreach-тің жаңағы енді криптониттен басталған, бірақ криптонит соның ішіндегі бір программа, Evoreach деген компания болып үлкен жаңағы үлкен дүниежүзілік әлемге шыққаннан кейін осылай болды. Оның ішінде Академия частное инвестирование, ол енді академия бәрімізде финансовый грамотный болуы керек қой. Сол финансовый грамотный болғаннан кейін біз көп нәрсеге дұрыс қараймыз, дұрыс жұмыс істей аламыз, ой өрісіміз мына болып жатқан жаңалықтарға дұрыс жаңағыдай оценка бере алатындай, жаңағы анализ бере алатындай өзімізде қабілет пайда болып жатыр. Осы финансовый академияның айналасында. Соның ішінде мынау енді Evoreach-тің жаңағы өзінің өсу қарқынына қарап, жаңағы енді криптониттен басталғаннан кейін, оның осы 2020-ның 1 октябрьнен бастап біз Evoreach болдық. Ол кездердегі жаңағы сол кезге біз жаңа блокчейн платформаға биржаға шығамыз деген жаңа өзіміздің көшбасшыларымыздың айтуының жаңағы істеліп жатқан жұмыстарының жемістерін көре бастағанбыз. Бірақ оның ішінде де біз енді анау дүниежүзілік әлемге шыққаннан кейін оның өздерінің бір условиялары болады. Думайсыз, мысалы енді Нацбанкпен жұмыс жасайтын болсақ, Нацбанкпен мысалы финансовый регулятор ғой, Нацбанк. Ол да өзінің банктерге, второй уровень банктерге определенный өзінің нелерін береді. Жаңағы несін береді. Өздерінің жаңағы нелерін береді. Условияларын береді. Қалай жұмыс жасау керек, қалай ақшаны қалай салу керек, алу керек деген сияқты. Сосын регуляторлар өздерінің условияларын береді. Сол сияқты Evoreach-тің компанияның жаңағы блокчейн платформадағы жаңағы дүниежүзілік әлемге шығуының бір несінің жаңағы регулятор, жаңағы SEC дейді. SEC деген американский жаңағы агентство ценных бумаг, солардың өзінің условиялары бар екен. Сол условияларын біз ертең күні үлкен компания болып, үлкен әлемде жұмыс жасау үшін ол условияларды жаңағы міндетті түрде жаңағы жасап шығуымыз керек. Ол жасамасақ біз үлкен ортада жұмыс жасай алмаймыз. Соның ішінде мынау енді біздің компания бұрын криптонит деп кру десек, қазір енді World Crew деп шығуының бір себебі осыда болып тұр. Енді World Crew-тың шығуының өз себебі біздің криптониттің өзін уже біздің компания 2019-ның 30 мартынан бастап жұмыс жасай бастаған кезде бізге де қарап, бізді аңдып отқан определенный жаңағы адамдар бар. Солардың ойларын бәрі біздің криптонитті қолданып кетуге бір өздерінің әрекеттерін жасаған екен. Олар болса жаңағы Южный Кореяда да және Японияда да ойдым. Екі компания кру деп шыққан екен биржаға. Чтоб олардың ертең күні біздің істеген істеріміздің жаңағы жемісін пайдаланып кетпеу үшін біз World Crew деп солай регистрация жасаған екенбіз. Сөйтіп сол World Crew, бірақ ол World Crew-дың шығуы тек қана UGP компаниясы, мені қазір көріп отырсыздар, неде уже басталады. Бірақ оған біз 27 августте оған жаңағы дүниежүзілік жаңағы SEC дейді, жаңағы бар ұлсат қағаздардан алған екенбіз. Сөйтіп UGP группа арқылы біз уже дүниежүзінің биржасынан шығып жұмыс жасайтындай возможно регистрация жасағандарсаңыз, біз өзіміз регистрация жасап қойдық. Ол енді кәдімгі өздеріңіз кабинетке кірген сияқты кіресіздер де, бірақ ол жерде өздерінің жаңағы бірінші, екінші, үшінші шарты, соның бәрін басып отырып, регистрация өтесіз, бәрі оп-оңай.
бірақ ол жерде пока ештеңке жоқ. Бірақ мына 1 ноябрьден бастап сояққа қарай Word Crew'ға ауысатындай уже возможность бар. Соның ішінде жаңа біздің крew'ымыз баяғы крew'ымыз бірақ Word Crew'ға ауысады. Оны мына жерден қазір көрсетсем болады. Мынау біздің неміз. Міне. Біздің токені блокчейн міне Word Crew. Word Crew, мынау. Бұлай болады, міне, примері. Міне, бонус дивиденд, міне Word Crew, как раз таки бұрынғы Crew ненің орнына түсіп отыр. Сол үшін біз Word Crew'мен, дальнейшем Word Crew'мен жұмыс жасаймыз. Енді Word Crew'дың преимуществосы неде? Word Crew арқылы сол Crew'ды ауыстырған кезде Word Crew'дың арқылы біз бұрынғы сол Crew'ымыз Word Crew болғаннан кейін Word Crew'дың жаңағы өзінің условия бойынша жаңағы блокчейнде жаңағы бір жылда 365 күн разморозкада болу керек. Бірақ ол разморозкада болған нәрсені біз условия бойынша біз стейкіде қоя алады екенбіз. Блокчейн платформада стейкинг деген. Бұл жерде енді өте түсінетін бір жағдай, біз разморозка қойған кезде сол бойы ештеңе істемейміз деген жағдай емес. Разморозка деген именно Crew'дың жаңағы прямой біздің Crew'дың өзі түсіну керек. Бізде криптоюниттің өзі жаңағы Crew. Не, электронный акция. Біз онымен прямой сатамаймыз. Оны прямой ешкімге бере алмаймыз. Біздің именно блокчейндағы жаңағы жұмысымыздың бәрі, замороженный, размороженный бәрі не арқылы жүреді жаңағы? UNTB арқылы жүреді. Міне біздің размороженный, жаңағы замороженный бәрі UNTB арқылы жүреді. Міне қарасаңыз, UNTB как раз бізге возможность береді. UNTB бізге возможность береді жаңағы онымен блокчейн арқылы биткоинға ауыстыруға, эфиринге ауыстыруға, болмаса басқа да жаңағы фиатный дейді ғой, ақшаға ауыстыруға возможность беріледі. Соның кішкене оны енді сіздер алдында жаңағы кімді тыңдасаңыздар, Антоненконың осы уақытқа шейін айтып келді, неқып көбісі мән бермеген шығар. Өйткені внутренний биржаға мән берді де, бірақ Антоненконың айтып отқан мынандай несіне, мен Антоненконың айтқан кезіндегі жаңағы несі, енді жаңағы вебинарларынан өзіміз біліп отырдық, осылай болып жатқан, именно болатынында көргім. Сонда қарасаңыз, Crew стейкинг, кошелек деген как раз получение UNTB дейді, көрдіңіз бе? UNTB-ні біз как раз таки осы өзіміздің замороженный жаңағы Word Crew'мызды, замороженный жаңағы Crew'ларымызды алып UNTB-ге қоямыз. Бір UNTB-ге, 1000 UNTB-ге жаңағы 1000 криптоюнитке Word Crew'ға 40 UNTB беріледі. Ол енді бар, сол үшін ең бірінші қатар болып берілетін болсақ, UNTB-ның жаңағы несі, бағасы сол адамдардың қанша алып атқандарына байланысты бағасы өсе бастайды. Сонда біз UNTB-ның бағасын осылай стейкинг арқылы шыққаннан кейін, оның бағасы көтеріледі, оның енді үлкен жаңағы оғанда жаңағы бағасы даже обменный жаңағы бір валюта болғаннан кейін сол арқылы жұмыс жасайтындай бізде возможность болады. Онда бағасы әжептәуір болады. Қазіргі бағасы, мысалы енді қазіргі қойып жатқан бағасы 0,01 цент. Бір ғана цент қой, 0,01 цент болып тұр. Бірақ оның көп адам қоя бастаса оған неге жаңағы UNTB-ні Crew'ды алып жаңағы неге стейкингке қоя бастаса жаңағы UNTB алу үшін көп адам алған сайын оның бағасы да көп бола бастайды. Ол енді біздің кошелектің ішінде болады. Оны енді жақын арадағы
нелерде Антоненконың жаңағы выступлениесінде, жаңағы вебинарларында оны естисіздер, қалай қоятын бәрін көресіздер. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, біздің жаңағы Word Crew мен жаңағы Crew'ды көбісі шатастырып жатыр. Қалай болады екен, не болады екен, тағы да жаңағыдай возможность болмай ма деп. Жоқ, возможность именно Crew'ды прямой, біз енді внутренний биржада прямой жаңағы Crew'ды алып саттық қой жаңағы Crew'ды. Бірақ ол бізде былай алғанда бір не болды? Алдын ала дайындалу болды да, бірақ Антоненконың жаңағы вебинарларын тыңдасаңыздар, ол жерде де бірден криптоюниттің биржада сатылмайды. Ол жаңағы UNTB арқылы ғана сатылады. UNTB-ні жаңағы стейкингке қойғаннан кейін бізге возможность беріледі. Соны өте мұқият тағы да бір тыңдап шықсаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Енді бұл жерде біздің енді компанияның істеп жатқан компанияның возможностьтары көп. Біз енді ойлаймыз, неге бірден бола қоймады, неге осы немізді. Біз негізі өзі ойланып қарасақ, біз бұл компанияның определенный криптоюнит алған кезде, біз сату үшін алған жоқпыз ғой. Мысалы, мен өзім сату үшін алған жоқпын. Одан доход алатындай. Өйткені біз сондай продукциямен шығып жатырмыз, бізге ай сайын доход беретін үлкен бір компанияның құрамында болсақ, біз совладелецпіз. Сол үшін әр жаңағы алтынымыз бар, жаңағы неміз бар, жаңағы алмазный производствомыз бар, базальтовый производствомыз бар, жаңағындай кафе, ресторандар бар. Кеше лазурный деген жаңағындай эспа не туралы айтып жатыр, жер алған, одан отель салынып жатыр Краснодарский крайда. Оның бәрі определенно бізге доход беретін направление болғаннан кейін, біз түсінуіміз керек, біз алып неден сатқаннан гөрі ертең сатпай, одан бізден доход алатындай бізде возможность болған, осындай возможность беріп тұрған компанияға соған мән беруіміз керек. Сол үшін біздің жаңағы неге жаңағы биржа, внутренний биржа жаңағы жауап қалды, неге ол ашылмай қойды дегенге сұраққа жауап, ол потому что біз қазір бірден неге шығып жатырмыз? Международный внешний биржаға шығып жатырмыз. Сол внешний биржа бізде көп жаңағы біздің сұрақтарымыз ол кезде автоматически шешіледі. Өйткені өзіміз кабинетімізден отырамыз да, уже көріп отырып, сататын болсақ сатамыз, сатпайтын болсақ стейкингке қоямыз, басқа да проекттерге сала беретіндей возможность болады. Енді мынау енді өздеріңіз қарап отырсаңыз, мына жерде бірінші Академия частный инвестирование, Geni Finance дейді, UGPay дейді, Security Token міне 11-ші неде басталады. Криптобиржа, ол да міне сол Security Token'нің істейтін криптобиржа. Ugain, ол да бізге үлкен қазір доход беретін. Соның ішінде цифровой двойник, международная юридическая компания жаңағы. Енді бұның бәрін айтып отқан, если вебинарларды тыңдап, мұқият қарап отырсаңыздар, бұның каждый үлкен проект. Осы Андрей Федорович Хавраттың айтып отқан осы, сол финансовый грамотный болған кезде, каждый проектіні біз же талдай білуіміз керек. Не үшін ол проект, не үшін бізге керек, қандай жұмыстар бізге жұмыстар жасалып, ол қандай доход әкелетін. Соның ішінде мен енді қазір цифровой двойниктерге сізге мән беру, сіздерді шақырам бәріңізді. Өйткені басқа проекттер енді ол енді адамның уақытымен келетін болса, мына цифровой двойник деген жаңағы немен келеді. Уже болғанда бәріміз социальный сетьте бармыз ғой, социальный сеть. Социальный сетьте болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, жаңағы цифровой двойниктің преимуществосы көп, социальный сетьте цифровой двойник. Өйткені қазір бұл цифровой двойник арқылы қазір осы енді бәрі енді жақсы келе жатыр. Осы декабрьдің ар жақ бер жағы январларда уже біз цифровой двойниктен соның өзінен уже ақштап аламыз. Оның преимуществосы мынау социальный сетьті неге оған мән беріп отқаным. Өйткені мысалы енді базальтовый айтып жатырмыз, жаңағы алмазный производство айтып жатырмыз, еду кафе дейді, жаңағы сеть ресторан. Оның бәріне кішкене ақша бөлінді,
жаңағы оған оборудованиелер алынды, ол оборудованиелердің бәрін орнатып, оның бәрін бір мощностьқа шығу үшін бір уақыттар керек. Ол уақыттың бәрі күтіп отқаннан көрі, мына цифровой двойникке мән бергені неге? Потому что бір социальный сетьте бәріміз бар. Заманына қарай қазір бәрі Facebook'та болсын, Instagram'da болсын, ВКонтакте болсын, Твиттері болсын, или болмаса жаңа LinkedIn болсын, сол сияқты 10-нан астам социальный сеть бар екен. Китайский бетчат дейді, біреулер бетчат салып, не алған ақша. Қарасаңыз бәрі үлкен бір жұмыс реклама кетіп жатқан жерлер. Біз енді цифровой двойник солардың ішінде сол біздің жаңағы ассистентіміз, мынау мен енді қазір сіздермен кездесіп сөйлесіп отырсам, менің цифровой двойнигім өзі адамдармен кездесіп реклама жасап, жұмыс жасай береді. Соның арқасында сізге компания определенный сізге сол рекламаларды қолданған байланысты сізге определенный доход төлеп тұрады. Ол уже енді қазір оның ішінде біздің көбісі цифровой двойник сатып алған, бірақ оны неғылмаған, активизировать етпеген. Кеше соңғы жаңалықтарды тыңдап отқан кезде 6000 адам цифровой двойник сатып алған екен бізде. Соның 4000-ға ғана жұмыс жасатқан, жаңағы активизировать еткен, 2000 активизировать етпеген. Бірақ сол 4000-нің өзінде біз 2 миллион адамдан астам уже өзімізге жаңа подписка жасаған екенбіз. Ол 2 миллион адам деген ол не дейді? Ол бәрі біздің потенциальный дальнейшем біздің рекламаның алатын, бізбен жұмыс жасайтын адамдардың қатарына кіреді. Сол сияқты біз жаңа жылдың ар жақ бер жағынан осы жылдың аяғына шейін 10 миллионға жететінде бізде возможность бар. Сол үшін бәрілеріңізді цифровой двойник алып, соны неге активизировать ету керек дейді ғой. Активизация қойыңыздар. Қазір мысалы LinkedIn басталды, мен мысалы өзім осы жүріп жақында ғана қостым, уже менде қазір буквально бір аптаның көлемінде уже 20 адамнан асып кетті уже. Бір аптаның көлемінде. Енді LinkedIn ғана жұмыс жасап отыр. Соның ішінде қазір осы айда қазір не қосылады? Жаңағы ВКонтакте қосылады, сосын Одноклассники қосылады. Одноклассник пен ВКонтакте екеуінің алғанда, олардың құрамында 700-800 миллион адам оларды социальный сетьте жаңағы о жерде жаңағы қарым-қатынаста болып жатыр. Ең үлкен жаңағы Facebook, о жерде 2 миллиардтан астам адам оны пользоваться етеді. Біз енді Facebook'ты қосамыз деп жатыр, оны сол декабрьдің ноябрьдің аяғы декабрьде сол жаңағы нені Facebook и сосын Twitter'ді қосамыз деп. Олардың бізге возможность беретіні, сол бізге бұл неге үшін айтып отырмын. Біз енді анау өзіміздің криптовалютамызды сатсақ, әйтеуір сол бір ақша алсақ деген оймен жүрген адамдарға мына цифровой двойник сізге и так та ақша келеді. И так та сізге возможность береді. Цифровой двойникте ешқандай бір қиыншылығы жоқ, бірақ сіздерге мынандай возможностьтар береді. Міне енді өздеріңіз қарап отырсаңыздар, мынау социальный сеть бойынша қаншама социальный сеть бар, соның бәрінде адамдар отыр, адамдар жұмыс жасап жатыр. Біздің цифровой двойник осы неге адамдарға 10 миллионнан асқан кезде біздің компания реклама бере бастайды. Басқа да жаңағы көп жаңағы продукттар предлагать ете бастайды. Енді 10 миллион адамның ішінде жоқ дегенде 1 миллионы енді алатыны анық қой. Анық, ол енді мына социальный сетьте өзімізді қарап отырсақ, Facebook'тен или болмаса жаңа Instagram'ын қарап отырған кезде обязательно бір реклама көрсем, сол рекламаны обязательно қараймын да, соған жазамын да, сол рекламаға ссылкасын алып, регистрация жаңағы не қылып, звонить етемін, болмаса білемін. Ол уже автоматически олардың рекламасының жаңағы не мән бергеннен кейін маған уже сол рекламаның компания уже сол адамға уже ақша төлейді. Вот бұл жерде самый главный моментті соны түсіну керек. То есть цифровой двойниктің бір преимуществосы сода. Сосын цифровой двойникке мән береді. Ол біздің компанияның үлкен бір именно инновационный, именно технологический қазіргі заманына қарай келетін социальный сеттің айналасындағы болып жатқан капитализация бірден кетіп жатыр. Бірден соған жаңағы бастап кететіндей возможность бар да. Оның айналасында енді
крипто юнит па, UNTB ма, или болмаса жаңағы басқа да жаңағы біздің дополнительный компаниялардың ақшасы түсіп жатса, ол да оған да шүкір етеміз. Оған бір жаңағы біздің общий компанияның істеліп жатқан жаңағы проекттеріне мән беріп, соған жаңағы күш салу керек. Тек қана жаңағы блокчейн жаңағы платформаға шығып, тек қана жаңағы осы нені криптоюнитімізді алдық, әйтеуір лезбір сатып жіберетіндей жіберсек деген ой, ол енді финансовая грамотность мышление бедного человека дейді. Мышление богатого человека, мышление бедного человека дейді. Мышление бедного человека лишь бы сейчас әйтеуір бүгін болса екен деп ойлайды да, и бүгін күнді ойлап, может быть, сатып жіберер. Бірақ ертең күні қараймыз, ертең күні тағы да басқа да қалай істеймін, қандай проектке салсам, қандай доход іздесем деп ойлап жүргендер де бар. Мысалы, енді өзімде кездесіп жатқандар бар. Кездесіп, сөйлессең, олар бәрі бір кездерде болған, алғанда сатып жіберген, или болмаса жаңағы мән бермеген, сөйтіп сондай адамдардың ойларының жаңағы өздерінің дамытпағаннан кейін сондай короткий ғана бір жаңағы сделкаларға ғана мән береді. Сол үшін криптоюнит пен блокчейнге шығып жатқанымыз бұның өзінің уақытымен жұмыс келе жатқанын бәрін түсіну керек. Бірақ соның ішіндегі проекттердің ішіндегі жаңағы UGAIN'іміз бар, жаңағы цифровой двойнигіміз бар, дата майнинг. Бұған қазір мән берсек, осының өзінен де біз қазір доход алатындай возможность бар. Сол үшін соларға мән беруге сіздер бәріңізді шақырамын. Енді бұл жерде айтатын жағдай, мынау енді біздің компания жаңағы блокчейнге шықты. Сол блокчейннің ішінде қандай токен бар, соған осы уақытқа мән бермегендер бар. Соның ішінде қарап көрсеңіздер, блокчейнде біздің енді білесіздер, криптоюнит бұл біздің цифровой акция бірінші тұрған. Бұл цифровой акция бұл 80 миллиард. Бірақ 80 миллиардтың уже почти что 30 миллиарды уже елдің қолында, уже размороженный десе де болады. Елге сатылып кетті. Қалғаны енді осы блокчейн арқылы биржада сатылады. Соның ішінде біздің как раз айтып отқанымыз, мынау жерде байқадыңыздар ғой енді неміз жаңағы мына жерде World Crew, ол енді мынау неге бөлінеді как раз? Криптоюнитке бөлінеді. Криптоюнит бұрынғы криптоюнит қазір World Crew болады. Сол World Crew неге шығады? Биржаға шығады. Биржаға шыққан кезде бәрімізде технический токен деген көрбіз, ортада тұрған технический токен. Осы туралы айтып жатыр. Если сіздер кабинетке кіріп, кабинеттеріңізде блокчейн, криптоюнит деген жаңағы именно блокчейн бастаңыздар, бәріңізде 8 UNTB бәріңізде бар. Неге 8 UNTB тұр? Өйткені сол UNTB болған кезде ғана ол блокчейн жұмыс жасай бастайды. Сонда первичная эмиссия 7 миллион 723 миллион 456 мың 789 UNTB дейді. Оның бәрі бәрімізге 8 неге 8 UNTB-ден бәрімізге бөлінген негізі. Сіздер оны ашып көрсеңіздер, көбіңіздеріңіз ашпағанда шығарсыздар енді. Біз енді ашып постоянно бақылап отқаннан оны білеміз. Бұл туралы мынаны мені кешегі жаңағы соңғы болған жаңалықты айтылмаған, бұл алдындағы кімнің жаңағы Антоненконың айтқан вебинарынан алынып отыр. Міне Антоненконың айтқан вебинарындағы сол кездегі айтып отқаны міне осы. Қазіргі енді сіздер ойлана бастадыңыздар. Неге олай, неге бұлай деген вопросқа сол кезде айта бастаған, бірақ сіздер мән бермедіңіздер. Қазір енді осыған мән беріңіздер. Міне енді қарасаңыздар, қазір айтып берейін сіздерге. Міне технический токен деген как раз таки біздің блокчейннің ішіндегі істелінетін осы арқылы бізде жаңағы перевод, покупка, продажа осы арқылы жүреді. Біз жаңағы криптоюнитімізді, World Crew'мізді осыған стейкингке қоя аламыз. Стейкинг осыған әр мыңға 40 UNTB беріледі. Ол бірінші кездерде. Кейін азая бастады. Өйткені бұл жерде
всего лишь UNTB 8 миллиардтан ғана асады. 8 миллиард 123 миллион. Көрдіңіздер ме өздері баға? Мына 80 миллиард, мында 8 миллиард. Неге 8 миллиард? Өйткені бұл 8 миллиардтың именно біз алып бұған 1000-ға 40 қып ауыстырған кезде бізге 40 UNTB как раз таки бізге функциясын жаңағы жұмыстарды істетуге бізге возможность береді. Сол үшін бұл жерде бағасы аз болғаннан кейін 8 миллиард болғаннан 8 миллиардтың бізге уже бағасы өсе бастайды. Каждыйымыз алып ауыстыра бастаған кезде осы UNTB-ның бағасы өсе бастайды. Вот UNTB-ның арқылы біз уже сатамыз, аламыз, және де жаңағы ары қарай стейкингке қоя аламыз. Осыған мән беріңіздер. Мына жерде на каждый кошелек минимальный баланс 10 UNTB дейді. Неге қазір 10 UNTB бөлінген негізі, бірақ сіздерде 8 ғана тұр. Бірақ ол өйткені оның ішіндегі өзінің функцияларына да определенный жаңағы нелер кетті, UNTB-лер кетті де, ол арқылы блокчейн уже жұмыс жасауға дайындалып жатыр деген сөз. Сонда мына первоначальная цена UNTB будет рынка 0,01 центтен шығады. Көрдіңіздер ме? То есть сіздер 1000 криптоюнитті жаңағы ворд круды алып стейкингке қойған кезде сіздерге 40 цент беріледі. 40 цент беріледі. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп, сол UNTB, міне каждый, оқысаңыздар, затем токені UNTB будет появляться на каждом, на свет каждом блокчейне каждые 0,5 секунд. В первые месяцы 40, 40, 30 UNTB. Затем по 28, 20 и до 4 UNTB на блок до 2030 года. Мен мұнаға мән берсеңіздер, сіздердің жаңа көп сұрақтарыңыз осыған жауап беріледі. Бұл бар сіздерде. Сонда біздің UNTB арқылы, то есть уже блокчейнде UNTB арқылы ғана жұмыс жасайды. А криптоюнитіңіз, ворд круыңыз, который ворд круды біз ауыстырамыз ертең ворд кру, ол сіздердің электронный акция болып қалады. Ол электронный акция сіздерге доход береді, біздің компания. Бірақ UNTB арқылы біз блокчейнде көп жұмыстар жасаймыз. Поэтому компания осылай этапынан келе жатыр. Ол сонда анау 365 күнге заморозка, неге заморозка, тағы да күтеміз ба деген адамдарға ол ары қарай түсінбегеннен кейін олар ойлап жатыр. Біз тағы да 1 жылда. Дұрыс, криптоюнитті біз сатамаймыз. Қазіргі сатқан сияқты, внешний рыноктағы сатқан сияқты сатамаймыз. Жаңағы внутренний рыноктағы сияқты. Блокчейнге шыққан кезде внешний рынокты біз UNTB-мен сата аламыз. Соған мән беріңіздер. Осы самый үлкен бір жақсы жаңалық бұл жағынан. Бір жағынан қарасаңыздар, компания өте үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Оған былай енді өздеріңіз енді кішкентай ғана бір магазин ашсаңыздар, мен енді кезінде өзім бизнесінде жүріп көп жаңағы мемлекеттің жұмысында да жұмыс жасаған кезде, сосын жаңағында кейін определенный бір производствода жұмыс жасадым, үлкен бір производство жасадым. Сол кездердегі бізде мысалы 1-2 жылда мынаны істеп кетсек деген ол бізде ой болды. Бірақ мынау не дейді ғой? Реалии другие дейді ғой, реалии другие. То есть біздің мынау рыноктың, то есть нарықтың өзінің корректировкалары болады екен. Соларға қарай жүрмесең, сен ортада жұмыс жасай алмайсың. Сол үшін біз оларды қабілеттікті солай қарай жұмыс жасай алған кезде біз определенный прибыльға шыға бастадық. Зато біздің компания өсіп өнгеннен кейін, мен енді определенный өсіп өнгеннен кейін ол компанияның целостный полностью алдында бір инвестиционный компанияға сатып жібердім. Жақсы өзімнің жаңағы жұмысымның, осы 3-4 жылдық жұмысымның нәтижесін әлі де көре аламын. Өйткені ол жұмыс жасап жатыр, ол компания. Сол сияқты біздің проекттер былтыр ғана басталған, бірақ олардың бәріне вложение. Тем более арасында мынандай карантин болды. Карантинде көп нәрселер оборудованиелерді әкеле алмай қалдық. Жаңағы қарым-қатынастың бәрі үзілді, үйден шыға алмай қалдық, өздеріңіз білесіздер мынау енді. Сол үйден шыға алмағаннан кейін даже басқа жұмысты не айтамыз. Сол үшін бұл жерде компанияның істеп жатқан ісіне бір тек қана жаңағы бір потребитель сияқты қарамау керек. Бизнесмен сияқты қарау керек. Кішкене обширно қарау керек. Сонда компанияның істеп жатқан мынандай жұмыстарын көре аласыздар и оларға дұрыс оценка бере аласыздар. Сол үшін өздеріңіз мынау енді айтып отқаным, мынау токені наша блокчейн деген
мынау кейінгі информация емес, бұл алдындағы информация. Кімнің антенна екенін айтып жүрген информациясы. Осыған мән берсеңіздер, осы жерде сіздер сұрақтарыңыз бәрі осы жерде шығады да, сұрақтарыңыз жауапты өздеріңіз алып отырсыздар. Сол үшін біздің компанияның істеліп жатқан ісінің бір өте бір жаңағы маңызды нәрсе, біз енді үлкен жаңағы неге шықтық? Болғанда ортаға шықтық. Біз туралы біле бастады. Сол үшін біздің крипто юнитіміз, World Crew'ымыз, World Crew қазір енді World Crew деп аталады ғой. World Crew'ымыз ертең енді блокчейнге ауысқаннан кейін. Оларыңыз каждый World Crew сіздерге доход береді. Доход, сол үшін сатуға не қылмау керек, алуға тырысу керек. Біз менен өзім вообще сатқанда жоқпын. Енді бірінші жаңағы көрдім де, ары қарай сатпай қойдым. Өйткені маған қазір алу криптоюнит жаңағы World Crew алып тастауға маған заңды момент алып тастаған өте тиімді да. Өйткені мен өзім былай алсаңыз, бұл блокчейн платформа, бұл криптовалютный рынок дегенде 2016-тан бастап осы туралы жаңағы біле бастап, сұрай бастаған кезде, сол кездердегі жаңағы ең бірінші биткоинден бәрілерін білесіз ғой. Сол биткоинді $630 ба, $650 ба алдым. Сол кездерде мен $1000 алдым да 1,5 биткоин алып қойдым. Содан алдым да оны біраз уақыттан кейін, мынау что-то бағасы түсіп кетті ғой дедім де саттым. Bir кезде қарасам бағасы өсті, қайттан алдым. Сосын қайттан что-то ақша керек болды, қайттан саттым. Мен енді қызық та өзім қарап отырсам. Сонда менде возможность болды, мысалы бір 10-15 биткоин алып тастауға возможность болды сол кездерде. Енді қазір биткоин бүгінгі бағасын қарасаңыздар, өздерің білесіздер, 11.300 ба, 10.400 ба сондай болды қазіргі міне сағатта. Енді қарасаңыз, сол кездерде маған осылай түсіндірсе, бұның болашағы бар, бұның осындай бар дедіңіз бе, мен сатпайтын да едім. Бұл туралы вообще ешқандай инвестиция салдым бітті, солай күтетін едім. Қазір енді мынау біздің криптоюнитті соның бір несі, бұл сондай бір направление. Бір жағынан криптоюниттің, криптовалютаның несі тек қана өсімде өнім аласың, сатасың, сол кезде ғана бір доход аласың. А біздің криптоюниттің, World Crew'дың доход беретін жағы бар ғой. Енді өздеріңіз білесіз, $1 болса да бізге реально каждый ай сайын пока лояльностьтің несі түсіп тұр, бонус лояльность түсіп тұр, профи бонус түсіп тұр. Оған мен өзім шүкір етем. Өйткені реально менің нем салған ақшам жұмыс жасап жатыр, доход. Ол енді қазір бастамасы ғой. Енді блокчейнге шыққаннан кейін, блокчейндегі возможностьтар көргеннен кейін, ертең ол сатып та керек жоқ. Біз содан доход алып қой, сонымен-ақ өмір сүруге болады. Сол үшін бұл жерде каждый біздің криптоюниттің ішіне, программаның ішіне кірген проекттердің бәрін талдап, ойланып, соның бәріне мән беретін болсаңыздар, сіздер тез сату емес, лучше тез алып қалуға қатты мән беретін едіңіздер. Сол үшін соған мән беріңіздер, сіздердің сұранатын. Сол үшін мынау токен, біздің блокчейн шыққан кезде UNTB-нің әңгімесі осылай негізі. Осы арқылы біз уже айтып отқан прямой криптоюнитті сатамайсыздар деген сол 360 күн тұратынды сол бір жыл. А бірақ токенге біз стейкинге қоя аламыз. Разморожен деген как раз айтып отты ғой. Оның бәрі стейкинге. Осы стейкинге қойған кезде міне осы арқылы жұмыс жасайсыз, жұмыс жасалынады ары қарай. Каждый UNTB пока 0,01 цент болып тұр. Бірақ немғұрлы біз бәріміз қоя бастасақ, соғұрлым, өйткені анауын өздеріңізде байқадыңыз болғана, внутренний биржада көп салты бірінші қоя бастады, көп қоя бастады сатуға. Сол кезде баға арзан болды. Потом көп түсінді, сатпай қойып, алтыда бізге предложение көбейе бастады. Бұл UNTB-нің де ертең несі, как раз таки біздің компания бізді үйретті соған. Бізге солай үйретіп жатыр да, практически үйретіп жатыр. Ертең UNTB-нің де бағасы солай өседі.
қазір 0,01 центтен басталған кезде буквально көресіздер сол блокчейн басталғаннан кейін уже кошелек бәрі үйренгеннен кейін ішінде кішкене машықтанып алғаннан кейін бұның да бағасы өскен кезде ойлана бастайсыз, зачем маған сату керек, мына UNTB-нің өзі оказывается доход беретіндей возможность бар деп. Соған мән беріңіздер. Енді басқа да көп жаңалықтар көп. Мына енді мына жерде қарасаңыз стейкинг мына. Бұл да жаңағы кімнің кезіндегі жаңағы Антоненконың айтқаны. Стейкинг для держателя разблокированных круг дейді. Мына при переходе на блокчейн будет токенах UNTB мына анық жазылып тұр. Сөйткенде сіз UNTB қойған кезде UNTB түседі, бірақ оны вывод 72 сағат, то есть 2 суткадан кейін ғана вывод жасай аласыз. То есть UNTB-ні сата аласыз да прямо. Ол енді өзінің жаңа процедурасы ішіндегі. Оны түсіну керек. Бұның бәрі бар нәрсе. Каждый раз жаңағы өздеріңізде компанияда не болып жатыр, қандай вебинар болып жатыр, соған қатысайық, естейік деп, соған мән берсеңіздер, мен ойлаймын, сіздер көп нәрсені білесіздер. Өйткені негізгі любой мемлекет болсын, любой компания болсын, бәр жерде адам оққан адамдар, білген адамдарда тез жұмысты дұрыс түсіне бастайды, өздеріңіз білесіз. Сол сияқты біздің енді білесіз тұрған академия частное инвестирование біздің как раз соны бәрін үйретіп жатыр, ол туралы айтып жатыр. Практически мына жаңағы внутренний рынок, внутренний биржа арқылы көрсетті. Қалай сату керек, қалай алу керек. Енді соның енді мына внешний рынокқа шыққан кезде қалай істелінетінін бәрі, оның бәрі айтып көрсеткеннен кейін сіздер де соған мән берулеріңіз керек. Соның ішінде мына стейкинг для держателя разблокированных круг деген, мына как раз ворд круг ғой, қазір енді ворд круг болып шығып отыр. Сонда мына жерде анық жазылып тұр. Получение вознаграждения начисление будет проводиться ежесекундно. Будет начисляться токен UNTB, для которого будет возможность торговать на бирже. Көрдіңіздер, на бирже только UNTB-мен ғана сата аласыздар. А сізді криптоюнитіңізді сата алмайсыздар. Вот, криптоюнит, оны сатқыларыңыз келсе уже 1 жылдан кейін. Бірақ ол сізге ешқандай бір возможность бермейді деген жағдай емес. Бұл жерде қайта криптоюнитті сатылмаған дұрыс, өйткені ол арқылы біз доход алып отырмыз. Біздің жаңағы компанияның былай алғырлығы сонда, что бірінші рет мынандай криптовалютный рынокта біз өзіміздің компаниямыздың жаңағы долясынан доход алатындай возможность бар. Ешқандай басқа на сегодня бүгінгі күнге шейін ешқандай компания бізге доходный часть бермеген. Бәрі на купли-продажах беріп отыр. Енді басқа если кімдер түсінеді, жаңағы криптоюнитті, криптовалютаның рыногына кіретін болса. А біздің криптовалюта, криптоюнитіміз жаңағы ворд кругымыз, ол как раз таки бізге доход береді. Сол доход беретін жағын осындай проекттер арқылы бізге жаңағы компания жаңағы әр вебинарда, әр жаңағы кездескенде осы туралы айтып жатыр. Оны сіздер уже жаттап алуларыңыз керек. Мен енді сондай сіздерді шақырамын осындай неге мән беруге. Енді тағы да бұл енді блокчейн, жаңағы криптоюнит дейтін болса, оған енді көп айта беруімізге болады. Бірақ сіздерге айтатындарым, мен өзім бұл криптоюниттің жаңағы сіздер сияқты жаңағы үйреніп біліп атқаннан кейін, бірақ әрқашан не болып атқан, қадағалап отқаннан кейін кішкене маған анық біліп отырмын да, қадағалап осыны не істеліп жатыр, не қойылып жатыр, менің ақшам қалай жұмыс жасап жатыр, ақшам дұрыс жерге салынды ма деген мен өзімде переживание бар. Бірақ компанияның жаңа істеліп жатқан нәрсесін көрген кезде мен шүкір етіп жатырмын. Сөйтіп, осы күні енді Average компания, білесіздер, Average болып, біз енді солай болып шықтық. Соның круларыңыз ворд круға айналып, соның ішінде мынау енді мынаның бәрі бар. Офисқа келіп тұрсаңыздар, офисте осы жерде тағы да дополнительно айтамыз. Мына жерден токен
экономика деген как раз таки біздің экономический развитиемізді бәрін көрсетіп отыр. Қай кезде қалай болатынын. Мынау енді сіздер мынау неге жаңағы көбісі енді неге Word Crew болып кетті, неге Crewға Crew емес, аты неге олай ауыстырды, неге жаңағындай сразу анеңгідей биржа бола кетпеді деген нәрсеге компания сіздерге тағы үлкен возможность беруді, үлкен биржаға шығарып, сол арқылы жаңағы жұмыс жасалып жатқанын мынау соңғы жаңалықтардан біз көрдік те, оған жақсы, мысалы мен өзім соған жақсы бір баға беріп отырмын. Өйткені компания ашық жұмыс жасап отыр, бәрін көрсетіп отыр, не істеліп не қойып жатқанын. Сол үшін UGPay компания UGPay арқылы жаңағы білесіздер, жаңағы UGPay швейцарский компания арқылы біз же болғанда внешний рынокқа шықтық. Ол енді қазір запуск болады, тестирование жүріп жатыр деді. 1 ноябрьден қалдырмай уже бәріміз же қосыламыз. Сол кездерде жаңағы өздеріңіздің жаңағы разморозкаларыңызды, жаңағы замороженныйларыңызды сразу стейкингке қоя аласыздар. Стейкинг, толтыр стейкингтер өздеріңіз білесіз, айтылды. Сонда Word Crew'дан Word Crew'ға ауысқан кезде оның да өзінің условиялары бар. Неге условиялары бар? Оны да мына жерден қарап отырсаңыздар, ол туралы айтылды. Неге? Өйткені уже внешний биржа болғаннан кейін оның өзінің регуляторлары бар. Регуляторлар түсінесіздер ғой енді анау. Нацбанк сияқты қарап отырады. Қалай істеліп жатыр? Ал енді мыналар біздің условияны соблюдать етіп отыр ма, етпей жатыр ма? Реально олар үшін движение болып жатыр ма, болмайды. Сол кезде мысалы бір криптоюниттен бастап 1000 криптоюнитқа шейін ауыстыратын болсаңыздар, $1 ол. $1 деген не? Төленеді. 1000 криптоюниттен жаңа 10.000-ға ауыстыратын болсаңыздар $2. Жаңа 10.000 криптоюниттен жаңағы 100.000-ға ауыстыратын болсаңыз $3. 100.000-нан миллионға ауыстыратын болсаңыз $5 екен. Бұның бәрін кеше түсіндіріп өтті Андрей Леонидович Хавраттың өзі. Өйткені бұл минимальный бір бұл алғанда жаңағы не? Қалай еді? Не ғой? Минимальная оплата для того, чтобы анау жерде движение Crew'дан Word Crew'ға ауысқан кезде анчеде движение болды деген бізге не керек? Галочка керек. Для того, чтобы регулятор көрсін, регулятор көрді, бұл жерде жұмыс басталып жатыр, мына ауысып жатыр деген сияқты. Бұл жерден де ақша жүрмесе, пока что жаңағы Word Crew мен Crew'дың арасындағы қарым-қатынастың өзінің жаңағы оплатасы как бы осы деп $1-дан $2-дан қойып қойған сол. Бұл бір тағы да компания жаңағында ақша алып жатыр ма деген мәселе емес. Компания қайта бізге возможность беріп жатыр. Енді біз Word Crew'ға ауысқаннан кейін бізге жаңа ары қарай жаңағы UNTB начислять ететіндей возможность болады. Сол үшін бір жылдың ішінде кім ауысады, осы Crew'дан Word Crew'ға ауыстырып алады бір жылдың ішінде. Оларға 1:1 ауысады. То есть бір Crew'ға бір Word Crew. Если бір жылдан кейін келіп естімегендер болып қалуы мүмкін, или болмаса ауыстырмай қойшы деп жүргендер болады. Олар енді ауыстыратын болса, онда бір Word Crew'ға 2 или 3 криптоюнит беретін болатынсыздар. Енді ол кездерде сондай баға, потому что Word Crew'ға түскеннен кейін блокчейнде баға өсе бастайды. Өйткені UNTB алып сатып елдер қарым-қатынас жасаған кезде UNTB-ның жаңағы қарым-қатынасы біздің криптоюнит, то есть Word Crew'ға давлет етеді, жоғары қарай. Сонда біздің Word Crew'ның бағасы өскен кезде кейінгі келіп ауыстырам деген адамдарға уже криптоюниттің жаңағы Word Crew'ға ауысқан кездегі несі 1:1 болмайды, 2:1, 3:1 солай болады деп уже ол туралы ашық айтылды. Сол үшін желательно қазір мен өзім менде қазір қалай ашылады 1 ноябрьден бастап сразу алғанда бәрі өзімдегі жаңағы криптоюниттің бәрін алғанда Word Crew'ға ауыстырып тастаймын. Сразу. Өйткені маған сол тиімді ертең күні ауыстырамын деп жүргеннен гөрі. Сол үшін қазір ауыстырсам, соның условиялары ауыстыруын мынауды қазір көру сіздерге міне көрсетіп отырмын. Міне
жаңағы вебинарда айтылған кезде сіздерден де осы туралы ертең тағы да естіп жатасыздар. Бұны енді ары қарай жаңағы басқа да вебинарларда айтып, бұл туралы енді кейбір нәрсені сразу түсіне қоймаймыз ғой. Бір-екі естігеннен кейін, 3-4 көргеннен кейін барып, түсіне бастайды, бұлай істеу керек екен ғой деп. Сол үшін кейбір айтып отқаным әлі түсініксіз шығар кейбір адамдарға. Бірақ сіздер оған мән бермеңіздер. Қазір әлі тағы вебинарлар болады, әлі айтылады бұл туралы. Сол кездердегі сабыр сақтап ести бастасаңыздар, бұның бәрін орнына келе қалады, оп-оңай түсінесіздер бәріңіз. Оны мен оған жаңағы шүбә келтірмеймін, өйткені өзім де солай. Өйткені кесе бірінші күні естіген кезде, неған кезде сабырлы сақтап, жоқ тоқтайшы, ертеңіне барып тағы да тыңдап, 2-3 рет тыңдағаннан кейін барып, оказывается, ол туралы айтылған екен ғой. Антоненко осы туралы айтылған екен ғой. Сол айтқаны енді міне хабарат, соны енді былай айтқаннан кейін осыны бір-біріне қоя бастаған кезде өз орнына келіп, үлкен бір түсінік пайда болды менде. Содан кейін міне өзім түсінгеннен кейін сіздерге мен бүгін мына вебинарға шығып, біздің компанияның дұрыс келіп жатқанына өзім көзім жетіп жатқаннан кейін сіздерге де осылай әр нәрсені, әр проектіні, әр болып жатқан жағдайды асықпай, жаңағы сабырлымен тыңдап, жаңағы ойдан өткізсеңіздер, бәрі орнына келеді. Оған өздеріңізде түсініп отқанда шығасыздар жүр. Енді мына жерде де көрдіңіз, размороженный, замороженный бәрі через блокчейн арқылы өтеді. Жеті міне, ішінде WordCrew болады. WordCrew ары қарай уже дальнейшем. Мұның бәрі уже дальнейшем тек қана стейкингке қойыламыз, стейкинг для получения қойыламыз, міне хранение Crew жаңа WordCrew кошелекте қалай болады. Бәрі мына жерде уже дальнейшем ход қалай болады. Оның бәрі мына жерде көрсетіліп отыр. Бұл енді бірінші кездері непонятно, неге сразу деп, ана күні біз енді бір жылдан бері, или мына соңғы жаздан бері внутренний рынок деп соған кішкене ойымыздың бәрі соған бөлініп қалды да, кеше көрсеткен кезде, удобно екен, осылай бола береді. Жоқ, дұрыс, осылай болады, бірақ условия кішкене басқаша, но также болады, бірақ условиялар кейбір өзгерген. Ол условиялар біз үшін өзгерткен. Ол бір компанияның бір прихоти демесең, прихот дейді оны, ойдан алып бір жасап отқан емес, ол ана регуляторда қойған өзінің жаңағы несі, условиясы. Сол условиясын біз өткен кезде, зато біз ертең уже анау CoinMarketCap деген өздеріңізде қарасаңыздар, күнделікті биржада жаңа қаншадан сатылып жатыр, қаншадан алынып жатыр, қанша процентке, сол жерде өзінің жаңағы несі көрініп отыр. Ол жерде мыңдаған криптовалюталар бар. Соның ішінде биткоин, эфириум, жаңағы биткоин кэш дейді, басқа сондай өзінің CoinMarketCap'та бәрі көрінеді. Енді біз Алла қаласа соған міне уже ноябрьде, соған осы ноябрьдің басында ма, осы октябрьдің аяғында ма, CoinMarketCap'қа да шығамыз біз. Ол жерде ол жерде де біз көрініп жатырмыз. Ол жерге шыққан кезде біз же свободно өзіміздің крипто жаңағы WordCrew'ымызды айтамыз, міне біздің компанияның жаңағы WordCrew мына жерде бар. Любой инвестормен сөйлесе аламыз, любой адамға айтамыз, міне. Өйткені біз бұл жерден доход алып отырмыз дейміз. Самое главное, біз доход беріп отырмыз біздің компания. Соған көп әрекеттер жасалып жатыр. И еще біз блокчейнмен неге шықтық? Жаңағы внешний рынокқа шықтық блокчейн арқылы жаңағы. А жаңағы CoinMarketCap деген это ол уже наглядный былай алғанда пособие. Любой адам кіреді, дейді. Действительно крипто рынокта бар екенсіздер ғой дейді да, сіздермен каждыйыңызбен уже дұрыстап сөйлеседі былай алғанда. Енді көбісі адам қай жерде бар ма, шықты ма деп сұрайды менен негізі. Сол кездерде енді пока мен айтамағаннан кейін міне шығайын деп жатырмыз, міне болайын деп жатырмыз деген айтқан болған енді. Қазір енді Алла нәсіп етсе мынау 1 ноябрьден бастап уже блокчейнге шығады, уже крипто жаңағы биржаның уже жаңағы несіне шығады, жаңағы CoinMarket'ке шығады. Уже біз свободно айтамыз да, біздің
компанияның кешіресіздер, компанияның жаңағы осындай возможностьтар беріп жатқанына, осындай жұмыс жасап жатқанына. Енді рахмет, осылай келіп бәрілеріңіз қатысқандарыңызға. Енді мынау қатысып жатқандар адамдарға қарасам, үлкен лидерлер де қатысып жатыр, біраз көп адам қатысып жатыр. Бұл біздің компанияның өсіп жатқан жаңағы несі көрініп отыр, жаңағы былай күш алып келе жатқанымыз көрініп отыр. Өйткені интерес бұрын бүйтіп бұлай обсуждать етпейтін негізі. Бұл енді менің қанша байқап жүрмін, көп нәрсені бүйтіп обсуждать. Бірақ соңғы кезде өте үлкен обсуждение болып жатыр. Өйткені біздің компанияның өсіп жатқанын көрсетіп жатыр да, адамдар уже практически жұмысқа мән беріп жатыр. Бұл енді қуанатын жағдай. Сол үшін Антоненконың жаңағы вебинарларын өткізбеңіздер. Антоненконың вебинарларын қатысып, оның үшін не отқан бәрін постоянно жаңағы тыңдап отырсаңыздар, сіздер көп нәрсе белгілі бола бастайды. Сол сияқты жаңағы мен сіздерге өзімнің ойым, өзімнің жаңағы мән беріп жатқаным қазір осы проекттердің ішінде, көп проект бар бізде. Соның ішінде цифровой двойник өте маңызды. И өте маңызды. Цифровой двойник өте маңызды деп ойлаймын мен өзім. Өйткені цифровой двойниктен қазір тез арада, жақын арада осы тағы да доход түсетіндей бір возможность болады осы жерде. Енді өзімнің білгенімді, өзімнің жаңа түсінгенімді сіздермен бөлісіп, осылай айтып тырыстым. Енді басқа да жаңағы сұрақтарыңыз, басқа да жаңағы нелеріңіз болса, жаңағыдай түсінбеген жерлеріңіз болса, офиске келсеңіздер болады енді. Болмаса жаңағы тағы да қазір болашақта мына енді қазір тағы вебинарлар болады. Сол вебинарларды естіп жаңағы не қыла бастайсыздар, соны түсіне бастайсыздар деп мен енді оған күмән келтірмеймін. Өйткені мен түсінген нәрсені сіздер де түсініп аласыздар. Басқа да енді айтатын основной осы ғой енді. Қалғандардың бәрін біліп отырсыздар, вебинарларды естіп отырсыздар. Мынау енді ары қарай чатта мына жерде енді сұрақтар, мен сұрақтар енді көріп отырмын. Уже event стейкинг туралы не болды деп сұрап жатыр. Ол туралы мен енді былай кеше вебинарда айтылған кезде event болсын, жаңағы басқа да нелер болсын, жаңағы разморозкаға жаңағы шығарып, жаңағы қоюға болады. Бірақ ол жерде бізде күннен бері мысалы стейкинг қойған кезде 1%, 1,5% жаңағы event сияқты сразу аласыздар да, 1 жыл болса 1 жылға, 2 жыл болса 2 жылға, event сияқты 3 жыл болса 3 жылға қоясыз, болды, басқа тиістемайсыз. Досрочно можно закончить деген кнопка бар еді. Ондай кнопка уже блокчейнде болмайды. Бәрі қойса, 1 айға қойды ма, 3 айға қойды ма, бірақ күту керек соны. Соны туралы айтып кеткен сұрақтарыңыз өте орынды болды. Мен айта кетейін ол туралы. Стейкинг болады, бірақ уже жаңағы досрочно жаңағы прерывать етуге болмайды. Стейкинг болады. Сол үшін ол стейкингтің бәрін жаңағы неде блокчейнде де ол уже неде кошелекте бәрі көрінеді, оның бәрін енді көре бастайсыздар, оның бәрі істелінеді. Жақсы, онда сіздерге рахмет. Осылай келіп, бәріңіз қызығушылық қарағандарыңызға. Қалған сұрақтарыңыз болса, жоғарыда тағы да вебинарда естіп, бұл туралы әлі тағы пысықтап айтамыз да, бұл туралы тағы да лидерлер айтады. Жәмилә Жақыпова өзі де қатысады. Сол кезде айтып өтеді. Қысқаша енді мен бүгін айтып өттім. Рахмет сіздерге, бәріңіз келгеніңізде.
әр проектіні мен сіздерден өтінетінім, әр проектіні жеке қарастырып изучать етіңіздер. Сонда сіздер көп сұрақтарға өздеріңіз жауап тауып аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Көріскенше. Қалай шығады?